Каналыма қош келдіңіз. Бүгін творог қосылған ерекше дәмді бауырсақ жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, сіз де осы рецепті пайдаланып жасап көріңіз. Дәмі деген өте дәмді шықты. Тәтті творогтың дәмімен ыстық бауырсақ жегендей, сондықтан сіздер жасап көріңіз. Бисмилля, жұмысымызды бастайық. Ең алдымен үлкен ыдысымызға 400 грамм творогты салып аламыз. Мен байқасаңыздар, сіздерге барынша ыңғайлы ыдыстармен, үйіңізде бар ыдыстармен өлшеп көрсетіп жатырмын. Егер сізде таразы болмаса, осы ыдыстар арқылы көз мөлшермен өлшеп салсаңыздар болады. 400 грамм творогтың үстіне 3 жұмыртқа және де жарты пиала, яғни шай кесе қантымызды салып, творогымызды шанышқының көмегімен езіп тұрып, немесе қолыңыздың көмегімен жақсылап араластырып аласыз. Ал енді творогтың кез келген түрі жарайды, яғни дүкенде дайын тұрған творогты пайдалансаңыз да болады, немесе мен сияқты үй жағдайында творогты қолдан жасап, осылай пайдалансаңыз болады. Сіз де мен сияқты үй жағдайында творогты қолдан жасағыңыз келсе, мына жерге сілтеме қалдырамын, сол арқылы кіріп көрсеңіздер болады. Сорпа кесемен елекке өткізілген 1 кесе ұнымызды және 1 шай қасық разрыхителімізді салып, жақсылап араластырамыз. Тестамыз біздің нанның, кәдімгі бауырсақтың тестасы сияқты бір тегіс болмайды. Сондықтан ұнды сол қалыпқа келтірем дегенше көп салып, нығыздап жібермеңіздер. Ең бастысы біздің қазір құрт сияқты шариктар істеген кезде қолымызға жабыспай, өзінің көлемін алатындай дәрежеде масса болса болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын құрттың көлеміндей шариктерге келтіріп аламыз. Егер одан да үлкен қылып ертерек бітемін деп ойласаңыз, арасы піспей қалады. Сондықтан қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, шамамен үлкен құрттың көлеміндей етіп жасап алсаңыз жеткілікті. Ал табамызға майымызды қыздырып алған соң, баяу отта осылай екі бетін қызартып пісіріп аласыздар. Арасы піспей қалады деп ойламаңыз. Мен қазір видеода кесіп көрсетемін. Өте жақсы пісті. Дәмі деген өте дәмді, ерекше тәтті творогтың ыстық бауырсақты қосып жеген сияқты. Сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса, қазақша каналдың дамуына сіз де өз үлесіңізді қосып, каналға подписаться батырмасын басып тіркеле кетіңіз.